микрокредитті алу үшін міндетті түрде жаңағы 5 жылға дейінгі кәсіпкерлігі бар. Жаңа жас кәсіпкерлер жасы 21-ден 35 жасы аралығында, мұнда 35 жас кірмейді. 5 жылға алатын болса, бұл 20 ай жеңілдікті кезеңді алуға болады. Жаңа кәсібін бастап жатқан азаматтар да өзінің өтінішін бере алады. Қатысады. Жаңа ашып келсе де болады. Яғни жұмыссыз бола жүрі, міне осы кредит алам десе, жаңа жеке кәсіпкерлігін ашып, бізге тапсырылса, құжаттарын тапсырса болады. 5 миллион алса, 1 миллионын мақсатсыз кетірді делік. Ол кезде сол 1 миллион сумасына 25% штраф. Негізгі талабы бұл кепіл мүліктің болуы. Жастарымыздың енді басым көпшілігінде шынын айту керек, ол 21 жастағы жаста енді әкесінен, я болмаса анасынан, я басқалардан мұрагерлікке қалған мүлік болмаса, жеке басында баспана жоқ. Бірақ кәсіп ашқысы келеді, тірлік істегісі келеді. Бұндай азаматтар қайтеді. Аңсарыңыз ақиқат, шарқырып іздегеніңіз шындық па? Демек жолымыз бір. Ендеше жолы бірмен жөн сұрас отырайық. Сіздер көз сүзіп отырған Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Я достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Ел ішінде қордаланған сан сауалдарды бірге қозғайық. Өздеріңізге белгілі, құрметті достар, мемлекет тарапынан қазіргі уақытта 2,5% жастарға несие беру мәселесі қоғам ішінде қызу талқыға түсіп жатыр. Осынау өткір сұрақтардың бір қатарын жиып беріп, біз арнайы спикерді шақырдық. Бұл бағдарламаның негізгі операторы, ол Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Сондықтан осынау аталмыш министрлікке қарасты Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі халықты жұмыспен қамту департаментінің бас сарапшысы Жадыра Оразбаева ханымды шақырып отырмыз. Жадыра ханым, қош келдіңіз. Сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Қуаныштымыз, осы бағдарлама туралы енді кең жайып айтуға, халықты хабардар етуге дайынбыз. Жақсы, енді негізі жалпы бағдарламаның түпсанасы жақсы. Енді осы бағдарламаның мақсатын һәм тарихы төңірегінде қалай шықты, сол төңірегінде бір ауызған айтып беріңізші, қысқа ғана. Бұл біздің президентіміздің жолдауы нәтижесінде іске қосылған бағдарлама болып табылады. Бастауы сол 23 жылдың ақпан айында іске қосылған. Өңірлерге бұл негізгі жастардың жұмыссыздығына жол бермеудің тағы да бір шарасы болып табылады. Себебі қазіргі уақытта өзіңіз білетіндей, бізде еңбек нарығына 300 мыңнан аса жастар қосылуда әр жыл сайын. Сондықтан оларды жұмыспен қамтудың тағы да бір осындай бір қомақты ақша бөлініп, соған назар аударып, сол кәсіпкерлікті бастауға бағытталған. Яғни жастарымызды жұмыспен қамтуға, кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған бағдарлама. Бұның операторы, яғни ол сіздер, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Кәсібін ашқысы келетін жастар сіздерден несие алу үшін қандай талап, қандай шарттар болады? Негізгі осы микрокредитті алу үшін міндетті түрде жаңағы 5 жылға дейінгі кәсіпкерлігі бар. Жаңа жас кәсіпкерлер жасы 21-ден 35 жасы аралығында, мұнда 35 жас кірмейді. Негізгі талабы бұл кепіл мүліктің болуы және бизнес идеясы, жаңағы іске асырылатын бизнес идеясы болып тұрып, бизнес жоспарын әзірлеп тапсыру керек. Енді жалпы шарттарына тоқталатын болсақ, микрокредит 5 миллион теңгеге дейін мөлшері құрайды. Уақытын мерзімін айтатын болсақ, 5 жылға дейін. Бұл жерде мал шаруашылығына 7 жылға дейін беріледі. Және де жеңілдікті кезең қарастырылған. Бұл жаңағы микрокредиттің беру мерзімінің 3/1 бөлігін құрайды. Яғни 5 жылға алатын болса, бұл 20 ай жеңілдікті кезеңді алуға болады. Ол үшін жаңағы өтінім беріп, яғни ол уақытта төлемейді. Төлемейді, бірақ қалған жаңа төлеу қажетті сомаларын келесі мерзімдерге бөлініп беріледі. Ол кезде пайызы қала ма?
пайызы сол 2,5%. Бұл ең төменгі пайыз ретінде қарастырылған, жаңағы ең бастысы сол жеңілдетілген сол 2,5% болып тұр. Енді қараңыз, бұл жерде екі мәселе қоғам ішінде қызу талқыланып жатыр. Ең біріншісі ол 35 жас кірмейді деген мәселе. Осыны ақпарасын анықтап беріңізші, неге 35 жас кірмейді? Себебі сіздердің берген ақпараттарыңызда 21-35 жас аралығындағы азаматтар қатыса алады деп айтылған. Ал дерекпен дәйекке қарасақ 35 жас өзіңіз айттыңыз кірмейді. Неге? Бұл жерде негізі осы жастар саясаты бойынша анықтайтын министрлік, бұл ақпарат министрлігінде жаңа жастар туралы заңнамасында 35 жастығы кірмейтінділігі анықталған. Сондықтан біз әрине бұл заңнамаға сәйкес сол жұмыс жасаймыз. Яғни біздің негізгі осы микрокредит жүзеге асырылатын бұл бұйрықтың шеңберінде, жаңа еңбек министрінің бұйрығы шеңберінде іске асырылады. Сіз айттыңыз 20 ай каникул ала алады. Бірақ бұл міндетті емес, егер де ол өзінің төлем қабілеттілігіне байланысты, егер де әрине ол жаңа бастағандықтан мүмкін оған жаңағы айналым өткізу үшін жеңілдікті кезең керек болады. Бірақ ісі жасап тұрған адамдарға мүмкін ондай жеңілдікті кезең керек болмаса, ол оған өтінім беріп ұстамайды, онда міндет тұрмайды. Енді қараңыз, 20 ай деп отырғанымыз 1 жыл 8 ай. Бала, бана кәсіпкер азамат 5 жылға алды деп есептелік несиені. Оның 1 жыл 8 айын бағанаға төлем қабілеті болмай тоқтатты. Сонда 1 жыл 8 айда 2,5% үстемақысы жүріп тұра ма, әлде ол кезде де тоқтап тұра ма үстемақы? Жоқ, ол кезге де есептелінеді, бірақ ол есептелінген суммасы жаңа 5 жылға есептелінеді ғой. Сол сумма жаңа кейін шегеріледі, кейінгі мерзімдерде төленеді. Жалпы негізі біз жаңағы өзіміздің бағдарламаның шегінде 2,5%, сол 5 жылда 348 мыңды құрайды. Яғни 5 миллион алса, жаңа 5 миллион 348 мыңды қайтару керек. Яғни ол сол 1,5 жылдан кейін оны төлем ретінде әрбір ай сайын ба, 90 сайын төлейме, оны жаңа өзінің келісім шартында келіседі. Яғни 1 жыл 8 ай төлемей, ары қарай 5 жылға төлейме, әлде 3 жыл 2 ай қала ма? Сол қалған уақытында төлейді. Толық ай сайынғы төлем көбейеді яғни. Түсінікті. Кредит алған азамат мысалға, немесе өтініш берген азамат, оның басында кредиті болған жағдайда төлем қабілетін ескересіздер ме, әлде болмай ма олай? Ескеріледі. Бұл жерде негізгі тағы да талап қойылады, ол қосымша талаптар бар. Ол бізде тапсырма шартында. Тапсырма шарты ол жаңағы кредит беретін бізде сенім білдірілген өкіл, аграрлық несиелік корпорация және жергілікті атқарушы орган арасында осында тапсырма шарты жасалынады. Онда қосымша талаптар көрсетілген. Соның ішінде жаңағы салық бойынша, жаңағы екінші деңгейлі банктерде, микроқаржы ұйымдарында қарыздың болмауы, жаңағы қарыз борыш, жаңағы 180 күн ішінде төлемеген қарыздары, соның барлығы қарастырылады. Бірақ егер де уақытылы төлеп тұратын болса, төлем қабілеттілігі болса, онда ол жаңағы осы алынған кредит оған әсер етпесе, онда ол кері әсерін тигізбейді. Несие алушылардан сіздер қандай құжаттар талап етесіздер? Құжаттар енді сол бастапқы құжаттары негізгі сауалнамаға жауап береді. Бұл міндетті түрде жаңағы өзі туралы, бизнес қай жерде орналасатыны, қандай кепілгер, кім кепілгер болатыны барлық толық жазылады бұл сауалнамада. Одан кейін жаңағы бизнес жоспары, төл құжаты керек міндетті түрде, және мұнда өзінің жаңағы кредиттік тарихы міндетті түрде ескеріледі. Яғни оның жаңағы сол айтып өткендей өзінің төленбеген қарыздары болмауы, төлемей жүретін қарызгерлердің тізімінде болмауы, сол ескеріледі. Және кепілге қойылатын құжаттар міндетті түрде талап етіледі. Жаңа кәсібін бастап жатқан азаматтарда өзінің өтінішін бере алады. Дұрыс қой. Тек қана кәсіпкерлер емес. Бұл жерде 5 жылдан асып кетсе, олар қатыса алмайды.
Яғни 5 жылдан асқан кәсіпкерлікте еңбек етіп жатқан азаматтар қатыса алмайды. 5 жылға дейінгілер қатысады. Қатысады. Жаңа ашып келсе де болады. Яғни жұмыссыз бола жүре, міне осы кредит алам десе, жаңа жеке кәсіпкерлігін ашып, бізге тапсырылса, құжаттарын тапсырса болады. Төлем қабілеттілігін дәлелдейтін сіздерге құжаттар берілу керек пе? Бұл сол жаңағы атап өткендей кредиттік тарихы жаңағы ескеріледі, сол салық. Егер де оның жаңағы бизнесі жүріп тұратын болса, жаңа ашқан кәсіпкерлерде мүмкін болмау, мүмкін айналымы. Бұл жерде егер де басқа өзінің ісін жалғастырып жатқандар, олардан сұрату мүмкін қосымша құжаттар. Менің айтқым келіп отырған мынауға, мысалға бағдарламаның негізгі мақсаты жастарды қолдау, жұмыссыздықты жою. Жастардың басым көпшілігі мысалға осындай мемлекеттің қамқорлығына мұқтаж болып жеткен азаматтардың басым көпшілігі олар жұмыссыздар. Яғни ешқандай жерде жұмыс атқармайды. Оның тұрақты зейнетақы қорына ақша жиналмаған. Ол ертеңгі күні жақсы сіздердің айтқандарыңыз бойынша өзінің жеке басына жеке кәсіпкерлігін ашып, құжаттарын тапсырғанның өзінде ол өзінің ай сайынғы төлемін растай алмайды, яғни ол жұмыссыз. Мұндай жағдайда халық қайтпек керек. Бұл жерде бизнес жоспарда ол өзінің бизнес жоспарының қанша уақытта қайтадан қайтарып алатын ақшаның жаңағы іске асырылған неше уақытта қанша уақытта іске асырылатындығы көрсетіледі. Оны аграрлық несиелік корпорация жаңағы бағалайды бизнес жоспарында. Яғни оның төлем жұмыссыз бола жүре келіп құжаттар тапсырғанда оның төлем қабілеттілігінің ішінде жаңағы сол негізгісі сол қайтарымдылығы ескеріледі бизнес жоспары бойынша, бизнес идеясының. Яғни оның ай сайынғы төлеу қабілеттілігі маңызды емес пе? Жоқ, маңызды. Егер де жұмыссыз бола жүре, егер де жұмыс істеп тұрған кәсіпкерге бір сауал, жаңағы екінші жұмыссыз бола жүре, жаңа жеке кәсіпкерлігін ашқан адамға басқаша ғой. Бұл жаңа ашылған, оның, яғни сіз айтып тұрғандай, ешқандай табысы жоқ, жаңа ғана бастайын деп жатқандықтан, ол жаңағы өзінің 3 ай ішінде бірінші құрал жабдықтарын сатып алады, жаңағы қажетті материалдарын сатып алады. Ол жаңа іске қосылғанша, яғни біршама уақыт өтеді, сондықтан сол жеңілдікті кезең беріледі. Және де бизнес жоспар бойынша міндетті түрде есептеліну керек. Қай уақытта ол өзінің жаңағы ақшасын қайтарылатыны. Яғни ол 5 миллион алды ма, қай уақытта 2 жыл ішінде ме, 3 жыл ішінде ме жаңағы сол бизнес идея іске асырылғанда қайтарылатындығы міндетті түрде есептеліну керек. Осы төңірегінде бір тәптіштеп айтып беріңізші, мысалға азаматтар, кәсібін ашқысы келген азаматтар қандай құжаттарды жинап және оны қалай өткізеді, қайда барып өткізеді, оның қаралу тәртібі қалай болады, осыны бүге шегесін айтып берсеңіз. Негізгі барлық тізім ол бізде жаңағы айтқандай аграрлық несиелік корпорация. Бұл филиалдар облыстық және біздің республика деңгейіндегі қалаларда орналасқан. Бұл филиалдарға сіздер өздеріңіз барып тапсыра аласыз құжаттарды, немесе онлайн тапсырылады. Онлайн жаңағы электрон цифрлық қолтаңбамен немесе SMS-пен жолданады. Қазіргі кезде сол автоматтандырылған. Тізімін қандай құжаттар керек екендігін сол тізім жаңағы сайтта барлығы жарияланған. Қосымша сұрақтар, жаңағы қойылатын сұрақтар сол бизнес бағдарламасын қалай іске асыратыны болса, соның барлық жерде сұрақтарға жауап толық жазылған, егер де қосымша ақпарат ретінде. Негізі тапсырылғаннан кейін 8 күн ішінде аграрлық несиелік корпорация сіздің жаңағы бизнес жоспарыңызды бағалайды. Яғни іске асады, іске аспайды, оны барлығын, бірақ шешімді комиссия шешеді. Ол комиссия бізде сол облыстық немесе республикалық деңгейдегі қаладағы жұмыспен қамту басқармасымен жаңағы облыс құрылған, әкімдікпен құрылған комиссия шешеді. Ол комиссияның құрамына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, бизнестің өкілдері, жаңағы маслихат депутаттары да кіреді, кәсіпкерлік, мал шаруашылығы, жергілікті органдар өкілдері кіреді соған. Енді бір
7 адамнан тұратын комиссия болады. Соған қорғайсыздар. Сол қорғаған кезде оң немесе теріс шешім қабылданады. Негізі көбінесе жаңа оң шешім қабылданады. Мұнда теріс бағаланатын жағдайлардың өздерінде жаңағы кісінің өзінің бизнес жоспарын анық білмеуі себеп болуы мүмкін. Және бизнес жоспарды жаңағы аграрлық несиелік корпорация егерде теріс бағаласа, сол да ескеріледі. Яғни құжаттарды ауылдық жердегі азаматтарымыз сол жақта, сол өңірдегі жұмыспен қамту орталықтарын алып барып өткізе ма? Жоқ, әлде корпорацияға тапсырады. Ол болмаған жағдайда сайт арқылы тапсыруға болады. Қандай сайтқа тапсыру керек? Агронесие KZ деген сайт бар. Бұл осы аграрлық несиелік корпорацияның ресми сайты болып табылады. Сонда сол арқылы құжаттар тапсыру жолға қойылған. Қазіргі уақытта жаңа министрлікпен сол аграрлық несиелік корпорация арасында сол ықпалдастыру болып жатыр. Жаңа жүйелердің автоматтандыру бойынша, яғни жаңа комиссия құжаттарды, сосын сол құжаттардың несін шешімін аграрлық несиелік корпорациясына қайтару бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Соны ықпалдастыру бойынша интеграциясын. Бағдарлама мемлекет басшысының 2022 жылғы сәуірде қыркүйектегі жолдауына қатысты әзірленді. 23 жылы бағдарлама басталды ғой. Биылғы жыл 24. Қазіргі уақытқа дейін қанша жас кәсіпкерлеріміз не болмаса кәсібін ашқысы келген азаматтар осынау кредитке қол жеткізді? Негізі осы біз әр өңірде бізде әр уақытта ақша бөлінген болатын. Бұл негізі ақпан айынан басталғанымен кейбір өңірлерде жаңа наурыз айында басталды. Сол бізде қазіргі уақытта Астана, Алматы және Қостанай облыстарында ең соңғы өтінімдер 23 жылғы бюджеттің бөлінген қаражат шеңберінде кредиттің өтінімдерін қабылдап жаңағы ескеріліп жатыр. Енді негізі 5710 жаңағы оң шешім алған комиссияның. Жаңағы 5500 адам микрокредиттің егері атанды. Жақсы, кредитті алды. Одан кейін барып оны қай бағытта жұмсап жатқандығы туралы сіздерге арнайы бір ақпараттар беріп отыра ма? Сіздердің тараптарыңыздан тексеру қалай жүргізіледі? Негізгі бізде аграрлық несиелік корпорация, ол жаңа сенім білдірілген өкіл деп атап өттік. Бұл олар жаңағы микрокредитті беру, құжаттарды қабылдау, мониторинг жүргізу бойынша қызметтерді көрсетеді. Бұл әкімдікке көрсетілетін, жаңағы жергілікті атқарушы орынға көрсетілетін қызмет аграрлық несиелік корпорацияға тапсырады. Барлық құжаттар, растайтын құжаттар негізі 3 айдың ішінде толық жаңағы тапсыру керек. Яғни мақсатты кетірілгендігі құжаттардың барлығы тексеріледі. Және де ол қолма-қол ақшасыз, яғни шот арқылы, жаңа шоттан шешілмей ол ақша электронды түрде аударылып отыру керек. Яғни сіз бір құрал жабдықты сатып алатын болсаңыз, жаңа сіз бір дүкеннен сатып аласыз, соны электронды түрде жаңа шот фактурасы жіберіліп, сіз оған төлемді жүргізесіз. Соның барлығы қазір электронды түрде тексеріледі. Және министрлік тарапынан бізден қазір енді 23 жылы іске қосылғандықтан қазір бізде сол есептіліктің формасы жасалынып жатыр аграрлық несиелік корпорациясымен бірге. Негізгі бізде сол берілген кредиттердің, микрокредиттердің әсерін анықтау бойынша жұмыс жүргізіледі. Яғни қанша жұмыс орны құрылды, енді ол бізде сәуір жаңа мамыр айларында жасалынады деп күтілуде. Яғни 23 жылға берілген барлық кредиттердің қаншалықты жұмыс жасап жатқандығы сол біз анық білу үшін. Ал егер ол мақсатты түрде жұмсалмаған несие болса, қандай сіздердің тараптарыңыздан жазаға тартылады? Бұл кредиттік шарттарда қарастырылады. Яғни белгіленген сумма, яғни микрокредит алғанда 5 миллион алса, 1 миллионын мақсатсыз кетірді делік. Ол кезде сол 1 миллион суммасына 25% штраф, яғни айыппұл салынады. Сол айыппұлды, яғни сол немен қайтару керек. Егерде қайтаруға келіспеген жағдайда сот арқылы шешіледі. Ал сіздердің тараптарыңыздан офлайн форматта барып тексермейсіздер ғой?
Бұл жаңағы аграрлық несиелік корпорация тексеріледі. Бұл жаңағы мониторинг ретінде тексерілу мүмкін. Яғни бізде негізі еңбек министрлігінің несінен сайттарынан көрсеңіздер болады. Үлгілі ретінде көрсетілген мысалдар көп. Қай ауылдарда да, қалаларда да іске асырылып жатқан бизнес жобалар. Бұл жаңа жергілікті атқарушы органдарда бізде көрсетеді. Ол негізі жаңағы өз бизнесін қазіргі кезде жариялау негізі дұрыс. Себебі қазір біз білетіндей Инстаграм парақшалары бәрінде бар. Өзім негізі іс сапарларда болғанда, міне Шымкент қаласында болғам, жаңағы үлкен үстел заказбен жасалынады, одан кейін жиһаздар жасалынады. Бұл кішкентай қыздарға тойға көйлектер тігіледі, және оның барлығын өткізу үшін жаңағы жария ету. Яғни оны біз барып тексергенмен, біз оны өзімізге мысал ретінде жариялай аламыз. Жергілікті өзі ақпарат көздерінде де, жаңағы басқарманың өзінің сайттарында да, біз министрліктің сайттарында да жарияланады. Мақсатсыз жұмсаған кәсіпкерлер бар ма қазіргі уақытта сіздерде? Сондай фактілер келтіре аласыз ба? Енді мен өзім анық білмедім. Енді бұл аграрлық несиелік корпорациясының қазіргі жұмыс барысы. Бұл оларға берілген уақыттары әртүрлі ғой. Кредит алынған уақыт ескеріледі, жаңағы 3 ай беріледі. Егер де ол уақытылы тапсырмаған, құжаттар дұрыс тапсырмаған, ол 3 айдың ішінде оған уақыты бар. Яғни 3 айдың ішінде дұрыс құжаттар тапсырмаса, оны қайтартқызу шараларын естіп жатырмын. Мұнда мал шаруашылығында айтып өтелейін. ИСЖ анықтамасы бар. Оларда жаңағы біздің мал алатын адамдарды өздеріңіз білетіндей, мал тіркелінеді. Яғни сіз алатын адам өзіңізге тіркейсіз оны алғаннан кейін. Бұл жерде, яғни несие ақшаны алмай тұрып, алдын ала келісілген фактілер анықталып жатыр. Сондықтан ол қайтарылуға қойылып жатыр ақшаның барлығы. Енді өзіңіз айтып отырсыз, бағана арнайы бір комиссия бар, 7 адамнан құралған жергілікті жерлерде, яғни несиені кім алады, кім алмайды, анықтайтын сол азаматтар комиссияның мүшелері құрамы деп. Сол комиссияның құрамында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алу бойынша сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Негізі министрліктен біз хат әкімдіктерге жолдаған болатынбыз. Мұндай жағдай болмайтындай, негізі адалдық алаңынан да адамдарды қосылып жатыр. Бізде мәслихаттың депутаты болып табылатын адамдар қосылған, сол комиссияларда мүшелері ретінде. Содан басқа комиссияның жаңағы қалыпты комиссия емес, әрбір неде ауыстырып отыруға жаңағы белгілі бір мерзімде ауысып отырады комиссияның мүшелері. Ауысып отыруға жаңағы біз өзіміз министрлік тарапынан жаңа ескерту берілген. Аталған комиссия жобаларды бағалайтын кезде қандай критерийлерге басымдық береді? Басымдық сол бизнес идеяның негізгі өміршеңдігі, жаңағы өзінің іске асырылуы, жұмыс орындарының құрылуы, бұл барлығы ескеріледі. Негізгі бизнес жоспарды өз тапсырған адамның өзін білуі міндетті түрде ескеріледі. Себебі қандай бизнес жоба іске асырылғанмен, бірі біз білетіндей, мен өзім қатысқандай комиссияның бақылаушысы ретінде айталам. Бұл жерде комиссияда өз ісін білмейтін адамдар келген кезде комиссия енді теріс баға береді. Енді сіздердің ресми ақпараттарыңыз министрліктен алдық. Басты талаптардың бірі, өзіңіз айттыңыз бағана, кепілге мүлік қою керек және тұрақты жұмысы болуы тиіс делінген екен. Осы жерде бір мынандай сұрақ туындап отыр, әсіресе мына кепілге мүлік қою мәселесі. Жастарымыздың енді басым көпшілігінде шынын айту керек, ол 21 жастағы жаста енді әкесінен, я болмаса анасынан, я басқалардан мұрагерлікке қалған мүлік болмаса, жеке басында баспана жоқ. Бірақ кәсіп ашқысы келеді, тірлік істегісі келеді. Бұндай азаматтар қайтеді? Бұл жерде жұмыс істеу туралы шарт, мұнда жас кәсіпкер ғана болу керек деген шарт шығар. Ал егер де кепіл мүлікке келетін болсақ, кепілге ретінде басқа адамды қоюға болады. Бұл жерде біз
өзінің туыстарынан басқа адамдардың мүлкін қоюға болады. Егер де олар бірігіп жасайтын болса, жаңа жастар қазіргі кезде өзінің бірнеше адам бірігіп жасайтынын білеміз. Ондай адамдар бірігіп жаңағы мүлкін қойса да болады. Яғни қабылданады. Бірақ бұл жерде ескеру керек, жаңа егер де жұбайы болатын болса, ол міндетті түрде оның келісімін ала отырып беріледі. Яғни кепілзат қойған кезде. Содан басқа жаңағы қазіргі уақытта кепіл мүлкін сатам деп шешетін болады, ол басқа адам болғандықтан ол кезде кепіл мүлікті ауыстыруға болады. Бірақ оның барлығы өтініш арқылы жаңа комиссияның шешімімен бекітіледі. Кез келген азамат бағанағы кепілдікке мүлік қою мәселесін айтып отырсыз. Ертеңгі төлей алмай қалған жағдайда кепілде тұрған мүліктің жағдайы қалай болады? Ол банкке қайтарылып алып, ертеңгі күні ол банкке өтіп кете ме? Егер де азаматтың бұл жалғыз ғана мүлкі болатын болса, яғни семьясы мен отбасымен тұратын бір ғана мүлкі болатын болса, ол кезде ол қазіргі заңнамаға сәйкес сатылымға берілмейді. Бірақ егер де одан басқа мүлкілері болатын болса, онда ол сатылымға қойылуы мүмкін. Жақсы, енді азаматтар құжаттарын толық өткізді делік. Құжаттары қанша уақытта комиссия қарастырады, және қаражат қанша уақытта есеп шотына түседі? Негізі жалпы сол құжат тапсырылған уақыттан бастап, жаңа ақша берілген уақыттың арасы бір айға дейін созылуы мүмкін. Бұл жерде ескеру керек, бұл жаңа 8 ай аграрлық несиелік корпорацияда сіздің құжаттарыңыз бизнес жоспарыңыз бағаланады. Сосын комиссияның өткізілу уақыты, яғни бұл бізде комиссия облыстық деңгейде айына бір 3 рет өткізіледі. Негізі кем дегенде 1 рет өткізіледі айына, бірақ жаңағы өтіндердің қаншалықты көп түсуіне байланысты бірнеше рет өткізілуі мүмкін. Және құжаттардың дұрыстығы ескеріледі. Мұнда кепілге қойылатын мүліктердің құжаттардың дұрыс болмағандықтан оны қайта түзету ұзақ созылуы мүмкін. Содан кейін ресми регистрация, тіркеу, егерде уже оң шешімін алдыңыз, енді кепіл мүлікті тіркеу өзі халықты қызмет көрсету орталығында енді созылуы мүмкін. Ол ресми түрде 10 күн алады. 2024 жылы қаңтар айына бітті. Қашаннан басталып сіздер енді құжат қабылданады келесі этапқа? Негізгі жалпы жоспар бойынша сәуір айына қойылған ақша. Бұл бірақ өңірлерде қазіргі уақытта ақшаның бөлінуіне қарай негізі наурыз-сәуір айларына жоспарланған. Қанша жылға жоспарланған? Негізгі бізде қазіргі бюджеттік жоспар бойынша 26 жылға дейін толық қарастырылған, ақша бөлінген, яғни міндетті түрде. Енді негізгі президенттік тапсырманың несі бойынша 29 жылға дейін негізі қарастырылған. Қазіргі уақытта біздің жоспарымыз сол 23 жылдың деңгейінде 28,9 миллиард бөлінген, сол 5796 жас адамды, жас кәсіпкерлерге микрокредит беру қарастырылған. Жалпы осы несиені алу үшін белгілі бір сала болу міндетті ме, әлде барлық салаға беріле бере ме қаражат? Бұл беріле береді, яғни жаңағы бізде шектеулер бар, акцизделінетін тауарға, өзінің шектеулері бар, бұл тауарларға берілмейді. Жақсы, онда рахмет сізге уақыт бөлгеніңізге, біздің студияға келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.